Саяси науқанның әділетті өтуі бақылаушылар назарында. Жалпы ел бойынша жауапты науқанды жіті қадағалау үшін 4 халықаралық ұйым мен 13 мемлекеттен 105 байқаушы тіркелген. Олар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Түрік елдері саммиті, тмд елдерінен келген өкілдер. Сондай-ақ референдум бақылауына партия мүшелері де қатысуда. Аманат партиясының өкілі Азамат Алпысбаев таңнан бері қаламыздың нөмірі 991 учаскесінде. Айтуынша маңызды үрдіс ашық әрі заң талаптарына сай жалғасып жатыр. Айта кетейік, аталған аймақта дауыс беруге құқылы 2535 азамат бар. Қазірге дейін 60%-дан астамы өз қалауын білдірген. Үлкен қарияларымыз бар, жас отбасылар бар, 18-ге енді толып жатқан жастар да келіп өзінің дауысын беріп жатыр. Сол таңғы сағат 7-ден бастап халқымыз толассыз келіп жатыр. Мен Аманат партиясының атынан бақылаушы болып отырмын. Жалпы барлығы әділ, барлығы жақсы өтіп жатыр деген ойдамыз.